Риуаятин Айша. Айша анамыздан тағы да жететін риуаят бар, айтады. Хомсун, 5 нәрсе бар дейді. Лам якун ан-набию яд'угунна фи сафарин вала хадарин. 5 нәрсе болатын дейді. Пайғамбар оларды сапарда болсын, сапарға шықпай-ақ қойсын, оларды ешқашан тастамайтын. Сенде сумочка бар ғой, мына бүйтіп арқалап алатын сумкаң бар мына. Иә? Ішін ашсаң не жатады? Зарядчик жатады. Соткың зарядчигі жатады, банктың карточкасы жатады, тағы да 1-2-4 нәрсе. Пайғамбарда да 5 нәрсесі болған, ешқашан тастамайтын. Бірақ ол не нәрсе? Қараңыздар. Әл-мир'ату дейді. Айна. Айна. Вал-мукхалату. Сүрме. Вал-мушту. Тарақ. Вал-мидри. Шаштың тарағы, но мидри деген сақалдың тарады, уассиуак, сосын мисуак. Хадисті имам ат-Табарани риуаят еткен, және де имам Байхақи. Тастамайды. 5-еуі өзінде жүреді. Қарайды, тарап жүреді. Ол деген пайғамбар шаш бейт, айна қарап жүреді деген сөз емес. Сол мезетте да қарайды, тарап жүреді, қайта сақ қояды. Өйткені мен пайғамбармын. Маған не істеу керек? Жұрттарға дін тарату керек. Адамдар қарайды, маған біледі. Ал біздің случайда мен мұсылманмын. Мен мешітке барам. Мен мұсылманмын деген байрақты арқалап жүрім. Жұрттар маған қарайды. Жұрттар маған қарап, дінге қарап, дінге баға беріп жіберуі мүмкін. Біз анау Али радиаллаху анхудың сөзін жаттап алғанбыз. Ла тарифил хаққа бир риджал деген сөз бар да Алидің. Ешқашанда ақиқат адамдар арқылы танылмайды. И'рифил хақ, тариф ахлаху. Хақты таны, сол кезде ол хаққа қатысты адамдарды танисың дейді. Никогда истина не познается через людей. Познай истину, и ты познаешь ее обитателей деген сөз ғой. Адамдарға қарап, ақиқатқа баға бермейсің да, ақиқатқа қарап, адамдардың кім екенін білесің деген сөз ғой. Осыны айтып құтылып кетеміз да. Жақсы сөз. Бірақ та біз өзіміз бәрібір үлгі болуға тырысу керекпіз иншалла. Ал енді тағы бір риуаятта қосымша тағы 2 нәрсені қосады екен да. Хомсун деді ғой, 5 нәрсе бар деді ғой Айша анамыз. Тағы бір басқа жететін хадисте 2 прибор қосылады тағы да. Біреуі дейді, бизиядати қарурати духун вал миқасси дейді. Яғни, тағы да қосылады 2. Біреуі кішкентай, жаңағы зәйтүн майы бар кішкентай бөтелше, ыдысы. Екіншісі, пайғамбарымыз не қайшы дейді да. Қайшы. Яғни, кәдімгідей тырнақ алатын қайшы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда осы 7 нәрсе болатын деген тағы да басқа бір хадисте сондай қосымша нәрсе бар. Және де тағы да бір хадисте келтіріп қойған, мына кезде пайғамбарымыздың имам Табараниде келетін аннаху кана янзуру фил мар'ати иза сарраха лихиятаху дейді. Пайғамбарымыз айнаға қай уақытта ғана қарайтын, тек қана сақалын тарайтын кезде қарайтын дейді. Сақалын тарайтын кезде қарайды, айнаға қарап тарап қояды, ұқсақ қояды. Ето ол, Аллаху а'лам, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны көпшіліктің көзінше істеген. Пайғамбарымыз өзі жаңағы дәрет алатын жерлер бар. Дәретін алып, тазаланып алып, мисуагын алып, сақалын түзеп, сосын барып адамдардың арасына шығады да көрсін. Жаңа адамдар пайғамбарымыз сондай әп-әдемі келбетте естерінде сақтап қалады.